Қазақ халқы ежелден жылқыны қасиетті жануар деп санаған. Көшпенді өмір салтында ат көлік қана емес, сенімді серік, байлықтың, ерліктің, еркіндіктің символы болған. Ер-тоқым салтатты халықтың мәдени мұрасы, қазақтың көшпелі өмір салты мен жауынгерлік дәстүрінің бір бөлігі. Қазақ даласында ер-тоқымның түрлі үлгілері болған. Керей ер, қыз ері, қазақы ер және тағы басқалары. Қамшы ерліктің символы, ер жігіттің серігі. Қамшының бірнеше түрі бар. Атап айтқанда өрме қамшы, дойыр қамшы, күміс шапқан қамшы, билер қамшысы және тағы басқалары. Әрбір қазақ өзінің ұлтын, тегін, мәдениетін білуі тиіс. Ал ат әбзелдері осы бай мұрамыздың бір бөлігі. Оны балаларымызға үйрету әрбір әкенің борышы. Әкенің қамшы ұстаған қолынан тәрбие алған бала ертең еліне адал азамат болып өседі. Біз ата-бабамыздан қалған осы ұлттық құндылықтарды сақтап, келер ұрпаққа жеткізуіміз керек.